Бүгінгі әңгімеміз Рамазан айына денені қалай дайындау керек деген тақырыпқа арналады. Бұл мәселе маңызды, өйткені ораза тек аш жүру емес, ол жан мен тәнді тәрбиелеу, рухани тазару және Аллаға жақындаудың бір жолы. Көп жылдан бері медицина мен шипалы тәсілдерді зерттей келе, бір шындыққа көз жеткіздік. Денсаулықтың негізі тек дәрі-дәрмекте емес, ең алдымен адамның өз өмір салтына деген жауапкершілігінде. Адам баласына берілген тән Алланың аманаты. Сондықтан оған дұрыс қарау, күтім жасау және сақтықпен ұстау әркімнің міндеті. Сол үшін Рамазан келгенде ғана емес, оған дейін де дайындалу керек. Әдетте адамдар ораза кезінде әлсіреп қаламын деп қорқады, мұны аштықтан көреді. Бірақ шын мәнінде әлсіздік көбіне тамақтың аздығынан емес, ағзада жиналған зиянды қалдықтардан болады. Адам тамақ жемеген кезде ас қорытуға кететін күш босайды да, дене сол қуатты ішкі тазалыққа жұмсайды. Сол кезде бұрын жиналған керексіз заттар қанға шығып, сыртқа шығарылуға тырысады. Тердің иісі өзгеруі, ауыздың иістенуі, әлсіздік сезілуі осының белгісі. Егер біз Рамазанға дейін ағзаны жеңілдетіп, осы артық қалдықтарды азайта алсақ, оразаны да жеңіл, сергек өткізер едік. Ол үшін ең алдымен су ішуді реттеу керек. Таза су, шөп шайлары, табиғи тұнбалар ағзаны жуады, тазалайды. Кейбір шөптер өкпені, лимфаны тазартады, қақырықты жеңіл шығарады. Ал майда еритін зиянды заттар үшін табиғи майлар көмектеседі. Зәйтүн, күнжіт, зығыр майы сияқты. Бұлар ішкі тіндерге сіңіп, ескі қалдықтарды жұмсартып, шығуына жол ашады. Ас қорыту жүйесі де үлкен рөл атқарады. Қазіргі заманда уайым, күйзеліс көп, ал күйзеліс ең алдымен асқазан мен ішекке соққы береді. Адам уайымдағанда ағза ас қорытуға емес, қауіптен қорғануға күш жұмсайды. Сол себепті тамақ толық қорытылмай, іште тұрып қалады. Уақыт өте бұлдауы болып жиналады. Сондықтан асқазанның қышқылдығы қалыпты болуы керек. Ертеден келе жатқан бір қарапайым әдіс бар. Ас алдында немесе кейін аз ғана тұзды ауызға салып еріту. Бұл асқазан сөннің бөлінуіне көмектеседі. Егер ас қорыту дұрыс болса, іштен жаман иіс шықпайды, ішекте таза жұмыс істейді. Тағы бір маңызды нәрсе, ішектегі пайдалы бактериялар. Олар бізге көрінбейді, бірақ бүкіл денсаулыққа жауапты. Қышқыл сүт өнімдері, ашытылған көкөністер. Табиғи айран, қатық, осының бәрі сол пайдалы микробтарды көбейтеді. Ал олар бар жерде тамақ жақсы қорытылады, күш-қуатта орнықты болады. Әр адамның бітімі әртүрлі. Біреу арық, біреу толық, біреу күйзелістен тез арықтайды, біреу керісінше тез толады. Сондықтан дайындықта әркімге әрқалай. Арық, әлсіз адамдарға Рамазанға дейін ағзаны қоректендіріп, тыныштандыру керек, ал артық салмағы барларға керісінше, артық жиналғанды жеңілдетіп, су мен табиғи майды көбірек қолданған пайдалы. Бірақ барлығына ортақ бір нәрсе бар, сабыр мен тәуекел. Мұсылман үшін ең үлкен демеу Аллаға толық сену. Адам жүрегін тыныштандырса, жүйке жүйесі де тынышталады, ас қорытуы да, ұйқысы да реттеледі. Сонда Рамазан тек ашығу емес, шын мәнінде рухани жаңару айына айналады. Қорытындылай айтқанда, оразадағы әлсіздік көбіне аштықтан емес, ішкі тазалықтың басталуынан болады. Егер біз алдын ала су ішуді реттеп, асқазанды түзеп, пайдалы бактерияларды көбейтіп, ағзаны артып жүктен босатсақ, Рамазанды жеңіл, сергек қарсы аламыз. Бұл өзімізге де, ғибадатымызға да құрмет. Денсаулығымызға жауапкершілікпен қарау Алланың берген аманатына адал болу деген сөз. Рамазанға осылай дайындалсақ, Алла қаласа, оразамыз да жеңіл, жүрегіміз де тыныш болады. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыз. Сіз тек бір арнаны емес, күн сайын жүздеген адамға пайдалы кеңес алу мүмкіндігін қолдайсыз. Берік болыңыз, бірге болыңыз.